Баршамызға ассалаумағалейкум. Есіл аудандық соты ұлы Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған эстафетаны аса қуанышпен қабылдады. Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміров бастаған ұлы бабамыздың шығармашылығы туралы челленджді жалғастырамыз. Ұлы Абай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, шығармасының үзіндісі. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиер, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бешарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис, сөздің басы, қосарлы бәйтсімал келді арасы. Қисын мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы. Эстафетаны ары қарай әріптестерін жалғастырады. Еліміз өркендей берсін, ағайын.